шулай жүреді. Шулай осылай қашып жүреді сотрудниктер. Ал ОСБ сіздерге жұмыс бұл кім? Мемлекет нөмірсіз жүрген. Ал табыңыздар, магазин қандай сотрудник, бұған кім қандай рұқсат берді бұған? Мемлекетсіз, нөмірсіз машинаны басқаруға. Тем более спецмашина емес ол. Нива кім бұл? Түннің сағат 1-ден 19 кетті. Бүгіннің 8-ден 9-на кеткен түн. Міне вокзалда камера қызылдан өтіп жүр. Бұл кім? Осын ұстап жауапқа тартуларыңызды сұраймын. Міне қараңыздар, чудо қандай беспредел. Бұл қандай сотрудник? Көріңіздер, мынау жерде камера бар. Мына неде? Вокзалда камера бар. Сплошнойды қарамай, бұрылып, қызылдан өтіп жүрген видеосы бар толық. Соны салуларыңыз тауып, наказать ететіндеріңізді сұраймын. Қандай сотрудник? Әділеттің алды бұл. Әділеттің алдына кеп қарап жосын салын тексеріңіздер. Мынау ровудың бастығы сіздердің гаилеріңіз не қарап жүр? Олар тоқтатпай. Или сотрудниктер бола бере ма? Мемлекет нөмірсіз бола бере ма сотрудниктерге? Болатын болса айтып қойыңыз, болады деп. Бүткіл Қазақстан қарап алыңыздар. Осындай Шу районында. Шу қаласында осындай. Или бұларға заң бөлек па? Бөлек болса, бөлек деп айтып қойыңыз. Мен ответін күтем, ОСБ осын ұстап, наказетін әділетін алды. Міне светофор, бәр камера. Әділетін алды да камера, вокзалда камера, ана жақтарда да камера. Мысалы, вокзалдың. Қазір освещение бәрі бар. Кім екен бәрі толық көрінеді. Камерадан қарасаңыз, барлық жерде камера. Осылай. Жауапқа тартыңыздар, қызды өтіп жүрген сотрудникті.